Қайырлы күн болсын, сіздерге ортасындағы салмасы сүзбеден болатын ең дәмді пирогтың рецептісімен бөліспекпін. Бұл пирогтың дайындалуы мен пісуіне небары барлығы 1 сағат қана уақыт кетеді, бірақ өте дәмді пирог дайын болады, сондықтан жасап дайындап көріңіздер. Енді пирогты дайындауға кірісеміз. Алдымен біз сүзбеден оның салмасын дайындаймыз. Оған сүзбе және қант керек болады, және ванильді қант. Одан кейін 1 жұмыртқа жарып саламыз. 100 граммдай қаймақ керек болады. Енді осы қоспалардың барлығын миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ең соңында кукурузды крахмал қосып, жақсылап тағы да қолмен араластырамыз. Міне біздің пирогымыздың салмасы дайын болды. Енді оны қоя тұрамыз. Келесі кезекте қамырын дайындаймыз. Ол үшін бөлек ыдысқа осылай ұнды електен өткізіп салып аламыз, үстінен какао қосамыз. Одан кейін қопсытқыш қосамыз. Ас содасын қосамыз. Одан кейін тұз қосамыз. Міне осы құрғақ қоспалардың барлығын жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Одан кейін басқа бөлек ыдысқа 3 жұмыртқамызды жарып салып, үстінен қант қосып, миксерлеп араластырып аламыз. Үстінен сары май саламыз. Дүкеннің сары майы бұл жерде. Оның үстінен қаймақ саламыз. Майды ерітіп салуға да болады, сол кезде қамыр жұмсақ болып шығады. Енді құрғақ қоспамызды 2-ге бөліп саламыз. Бірінші бөлігін салғаннан кейін осылай лопатканың көмегімен не болмаса қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде қоймалы жың осындай масса шықты. Ендігі кезекте формамызды дайындап аламыз. Формамыздың шет-шетін майлап аламыз. Пергамент қағазын орнықтырып, астындағы табағына бекітеміз. Үстінен қоймалы жың массаны құйып, жақсылап тегістеп орналастырамыз. Жақсылап тегістеп алғаннан кейін ортасын ашып, салмасын саламыз. Ортасындағы салмасын біркелкі етіп орналастырып алғаннан кейін осылай тегістеп жібереміз, жақсылап айналдырып формасын келтіреміз. Пирог 180 градустық температурада 40-45 минуттың ішінде пісіп шығады. Үстіне қант ұнтағын сеуіп, осылай әсемдеп жіберуге де болады. Менімен бірге осылай дайындап көріңіздер. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұргүл Амантаева, сау болып тұрыңыздар.